Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі дәмді қатпарлы самса жасаймыз, яғни песочный самса. Ол үшін бізге міне 3 ас қасық сметана. Сметанамыз 20% болу керек. Бөлме температурасындағы май 100 грамм. Осыған кішкене шым-шым тұз себеміз. Осыны жетеді. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Осының үстіне 150-200 граммдай ұн қосамыз. Өте жұмсақ қамыр елейміз. Енді осыны біз 30 минутқа тындырып қоямыз. Қыздар, начинкасын дайындаймыз. Бізге ол үшін фарш керек. Менде сиырдікі. Енді оған лук тураймыз ұсақтап. Дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш. Кішкене май құямыз. И кішкене су құямыз. Жақсылап енді араластырамыз осыны. Самсамыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Қыздар, міне бөліктерге бөлдік. Енді осыны осылай жақсылап домалақтап шығамыз. Осылай алып аламыз тестамызды. Енді оны жаямыз. Енді начинкасын саламыз. Осылай жақсылап істеп аламыз. Екеуін былай біріктіреміз. Осылай. Міне. Осылай қысып аламыз бірінші жан-жағын. Осылай. Сосын осылай өреміз. Міне қыздар, міне осылай екі түрлі вариантты жасауға болады самсаны. Енді самсамыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Мен тек жұмыртқаның сарысы и кішкене жылы су қостым. Екеуін араластырып, енді осыны самсамыздың бетіне жағып шығамыз. Әдемілік үшін осылай кунжут и мак қосаңыздар болады. Самсамыз дайын болды. Енді біз оны қызып тұрған 180 градусқа 30-35 минутқа қоямыз.
достар, міне самсамыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі, тестосы жұмсақ, өте дәмді болған, қараңыздар үшін. Сондай күшті болған. Жасап көріңіздер.